Ал армысына сұлудым. Жалпы болжамдар әлемі Сергейлік салтанат арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып марқұмдардан хабарлама, сәлемдеме кім келеді, көрейік. Ол бір жұмысыңызға өте сіз оған бөпе екенсіз, ол адамға апаңыз, әжеңіз, әкеңіз, атаңыз қайтқандардан өте көп жұмыс жасадың дейді, соның жемісін аласың дейді. Апаңыз ау демелі қайтқан марқұм анаңыз. Марқұм анаңыз екен. Қандай сәлемдемеңіз бар? Сен қатты жақсы көрдім. Қасында әрдайым аруақты тіктеп, қайтқан күнін, туған күнінде шырақ жағып, желпек жақсы көретін тамағын пісіріп, анаңыздан медеу сұрасаңыз, демеу сұрасаңыз болады, әрдайым сізді естиді. Аруа қасында. Қатты жақсы көрем дейді. Ауырып қалған екенсіз, болмаса іштей бірдемені жасырып отырсыз дейді. Ішіңіздегі жан дүниені ешкімге айта алмайсың, ең болмаса жаз дейді. Қағазға жаз, ішіндегін шығар дейді. Бір ер азамат сені қатты жақсы көреді дейді. Егер жалғыз басты болсаңыз, онда бір ер азамат жолығады. Аруақтар өздері сіздерді таныстырады. Бай бақуатты, мына жақта егер жалғыз бастыларды көріп отырса, бай бақуатты әйел бақыты бұйырып тұр саған дейді. Сен оны өте ұзақ уақыт күттің. Бөпе әкелетін жаста болсаңыз, бөпелі боласыз. Сіздің мүмкін емес деген нәрселердің бәрі, сіздің армандаған, аңсаған түс сияқтың бәрі өңге айналады. Олжа, нарыс, несібе, осы уақытқа дейін көрген білгендердің, қиындықтардың бәрі енді жоққа айналады. Бәрін, сынақтың бәрін, өтетін бәрін өтіп бітіпсіз. Енді тек баршылық, тоқшылық, шаттық, отбасы бақыты бұйырып тұр. Лайым солай болсын. Өте жақсы жаңалық, өте жақсы сәлемдеме. Анаңыздың жатқан жері жарық, топырағы торқа, жаны жай тапсын. Тағы кім келді, не деп айтпақшы? Қайғырып жүр екен. Жолыңыз жабылып тұр. Енді мына жақта біреу әулетімен байланыс алмайды екен. Жолыңызды әдемілеп тұрып жапқан. Кім жапқан десем, ол сізге кім болып келеді бұл әйел? Сол жау алыстан келмейді, үй ішіңізде жаман сөйлейді. Қалай құтылуға болады бұдан? Ішкі арман тілектеріңді айта берме дейді. Мені қазір ер азамат көріп отыр. Қайда бардым, не қылдым, не алдым, не қойдым, бөлісе бермеңіз. Әпкеңіз ба, апайыңыз ба, біреу болуы мүмкін. Жасап атқан тірлігіңді айтпа дейді. Әйтпесе армандардың біреуде орындалмай атқаны сол әйелден дейді. Бұл қайтқан кісі кім? Бұл да анаңыз ау деймін. Жолыңның бәрі жабылып атқаны өте ақ көңілсің дейді. Бірігіп бұл жерде ішкі
арман, жоспар, тілектеріңізді, ішкі дүниеңізді ашылып айта берме дейді. Кішкене қу бол дейді. Кішкене айлакер бол дейді. Сол кезде ісің оңады. Ақшан тиынға тиын қосылады. Сол кезде ұтасың дейді. Сіз ашық көңіл, жайбарақат бәрін айта бересіз. Жарқылдап, қауыз жарылған қауындай, ондай болмаңыз. Тіліңе абай бол дейді. Сол кезде күш қуатыңыз кетпейді, өзіңізде, өзіңіздің мына жақта біреулерге ерлі зайыпты не дейді? Ерлі зайыптылар ұспау үшін тіліңізді тістеп сөйлеңіз. Ол сіздің бәрі күйеуіңіз, Құдай қосқан, ол сізге жаманшылық ойламайды, мына жақта әйел кісілерге айтып жатыр. Аузыңа абай бол, өйткені ер адамдар ол қаншалықты көтерем десе де бір күні жарылуы мүмкін, сондықтан өзіңіздің күйеуіңіз ғой, аяңыз. Жақсы көреді күйеуіңіз, бірақ тіліңізді сәл тартып сөйлеңіз. Әйтпесе мына жақта сізге келе жатқан олжалар өз бақытыңызды өзіңіз шошытып алуыңыз мүмкін. Сондықтан тілдеріңізге абай болыңыздар. Ары қарай сөйлеме дейді. Тыңдағандарыңызға алғыс білдірем. Лүпіл басып, тіркеліп, қазақша тарау дамуына үлес қосып, қазақ тілі дамысын, саналы азаматтар көбейсін. Қайда құларымды білсем, сабан төсер едім деген, сол біз сабан төсейтін сондай рөлдеміз. Сондықтан Құдай айтады, сақтансаң сақтаймын дейді. Сол сақтанып аман есен жүріңіздер.